Осы болсам деген арманыма бүгін жеттім ау. Рахмет. Бас қосу ма әлде басы босу ма? Түсіндің деп ойлаймын. Кәне суретке түсіріңдер, көбірек түсіріңдер. Өйткені мен бір талай уақыт бойы мына жігітті өнеге тұттым. Тым ұзақ уақыт бойы. Солай ғой? Ұнатам осы жігітті. Мысын басып тастадым ау деймін. Алдарыңызда Чико Хиггстің жүйріксі. Оның жүргізушісі Оржин кубогының экс-чемпионы Чико Хиггс. Соңғы жаңалық. Джексон Қарадауыл жеңе-жеңе бие сыдылған Маккуинді шаң қаптырды. Айта кетейін, өзім жеңсем, қаттырақ қуанар ем. Бір жолы жеңгенмін де. Өзім туралы жете алдарыңызда сандар көрсеткішімен ғана болжамдайтын Натали Анықай. Шақырғаныңызға рахмет, Чико. Негізінде статистикалық сарапшы екенін дұрыс білемін. Келістік. Ана алай дүлей алға шыққан Джексон Қарадауыл деген кім? Жылдамдығының сыры неде? Деректерді зерделесеңіз, оның еш құпиясы жоқ. Джексон Қарадауыл жоғарғы технологияны пайдаланатын жаңа буын өкілі. Оның өзгешелігі болса. Тоқта, мына жігіт сияқтыларды айтасыз, я? Жарайды. Қарадауыл жоғарғы жылдамдыққа есеп арқылы қол жеткізеді. Мен көрсеткіштерді зерттеп шықтым. Дөңгелек қысымын күшті игеру, тепе-теңдік аэродинамикасы, Қарадауыл сияқты жастардың артықшылығы міне осы. Жарыс әлемі өзгеруде. Менің ескі танысым Найсағай әбден тыпырдап қалады десеңші, сондай ма Анықай? Енді кен нәрселерді анық айтайын, Чико. Бұл маусымда бізді талай қызықтар күтіп тұр. Меніңше бұл Джексон Қарадауылдың ықпалы. Алаңға өз бақтарды сынап көру үшін тағы 6 жаңа буын өкілдері шықты. Ал 6 майталман жұмыстарына болды. Қалайсың, Джем? Тірі аңыздың халы қалай екен? Аңыз әлі жасылып біткен жоқ. Және өтініш мені... Найзағай Маккуиннің өзімен жарысатыныма сен алмай тұрмын. Оның ақтық жарысы ғой. Сөйлей береді екенсің. Вот жасыл жалау. Сәттілік пен, Джем. Ол саған қажет, Қарадауыл мен басқа жас буын өкілдерінің артықшылығы олардың әрбір айналымда жарыс қатарын оңтайлы ұстай білуінде. Жаңа кәсіпкердің бұл 3-ші жеңісі. Қарадауыл қазір бабында. Оның сыры ультра заманауи симуляторларда жаттығу жасауында. Олар виртуалдық жаттығулар жасайды. Қазіргі жүректерге үлкен жолға шығудың қажеті де жоқ. Қарадауыл жылжу траекториясын шебер қолдана біледі. Қатарынан көрдімек, адам сенгісіз. Кедергі коэффициенті 2% төмендеген. Жеңіс деп осылай. Күшті үнемді 5%-ға жоғары. Сәтті мен сақ. Жылдамдығы 1,2%-ға. Керемет, тоғыз. Сіздердің алдарыңызда экс-чемпион Чико Хиггс және жаңа чемпион Джексон Қарадауыл. Найзағайды тағы да шаң борадыңыз. Әлде оны нөсер деп атағанды жөме. Шашқан меншінде бат емес пе? Жоқ, Джим. Маккуин кәнігі майталман Джим. Ол спортқа еңбек сіңген қайраткер ғой. Одан озу оңай болған жоқ. Айтады екенсің. Маккуинді қатарға қосу үшін қандай өзгеріс жасайсыз?